Қайырлы күн, құрметті жас түлек. Біздің бүгінгі видео сабағымыз грант конкурсына қатысу үшін қандай құжаттар керек? Осы төңірегінде толыққанды сіздерге ақпарат беретін боламыз. Яғни біз грант 2025 деп алсақ болады. Яғни 2025 жылы грантқа түсу үшін керек құжаттардың тізімі. Бірінші құжат бізде бұл жеке куәлік. Жеке куәлік. Яғни бұны атап өту керек. Жеке куәлік дегенде кімнікі? Жеке куәлік дегенде біз өзіміздің және де ата-анамыздың құжатын алып баруымыз керек. Яғни ата-анамыз дегенде соның біреуінікі жеткілікті. Өзіміздікі ол өзімізбен бірге болатын дүние. Неге айтып отырмын? Себебі сіз 18 жасқа толмағандықтан сіздің орныңызға шешімді кім басқарады? Сіздің аналарыңыз, әкелеріңіз басқарады. Сондықтан да міндетті түрде ата-ана құжатын алып баруға міндеттісіздер. Тағы да бір лайфхакты айта кетейін. Грантқа түсу үшін барынша грантқа түскіңіз келетін болса, сіз анаңыздың құжаттарымен қатысыңыз. Себебі көп балалы жеңілдік болсын, жұмыссыз болатын болса, біздің мамаларымызға беріледі. Ал әкелерімізге үкімет тарапынан жеңілдік жоқ. Сондықтан да грант конкурсына қатысатын кезде міндетті түрде аналарымыздың құжаттарымен қатысқанымыз жақсырақ. Яғни бірінші жеке куәлік. Екінші керек дүние бізде бұл аттестат. Яғни аттестат. Яғни біз мектеп бітіріп жатырық, осы мектептен алатын аттестатымыз. Яғни бұның біз екі данасын алып барамыз. Яғни оригинал түрде және көшірмесі. Көшірмесі міндетті түрде де алып баруымызға міндеттіміз. Себебі бұл керек болады. Одан кейін үшінші нәрсе, бізде талап етілетін нәрсе бұл фото. Фото, яғни бұл қандай фото? 3-4 фотодан міндетті түрде 13 ту керек. Яғни қалғанын өзіңіз ұстап отырасыз, және де фотоны, осы 3-4 фотоны алған кезде міндетті түрде құжаттарыңызды, фотоны электронный вариантын өзіңізге құйып алыңыз. Себебі бұл керек болады. Төртінші дүние бізде бұл арнайы емтихан. Арнайы емтихан сертификаты. Яғни бұл дегеніміз не? Бұл дәрігер болғысы келетіндер, мұғалім болғысы келетіндер міндетті түрде арнайы емтиханның сертификаты болуға міндетті. Бесінші нәрсе бұл бізде жеңілдіктер. Яғни жеңілдік деп отқанымыз не? Яғни, мысалы былай түсіндірейік, мен көп балалы отбасынан шыққан болсам, соны растайтын құжаттар керек. Яғни мен үйде, яғни көп балалы отбасы дегенге қалай бастады? Ол 18-ға толмаған 4 немесе одан да көп бала болатын болса, олар көп балалы отбасыға жатады. Және де сіздің отбасыңызда әке-шешеңіздің біреу қайтыс болған болса, немесе ажырасқан болса, немесе мүмкіндігі шектеулі жан болатын болса, бұның барлығы да ол жеңілдіктер дейтін бөлімге кетеді. Және осы кезеңде сіз жеңілдіктер дейтін бөлімге ондай құжаттар болатын болса, сіз міндетті түрде соның дәлелдеме құжаттарын алып баруға міндеттісіз. Алтыншы құжат бізде бұл жетістік. Жетістік. Яғни бұл жерде жетістік дегенде кімнің жетістігі? Ол өзіңіздің жетістігіңіз. Яғни сіз 10 және 11 сыныпта олимпиадаға, пәндік олимпиадалардан орын алған болсаңыз, ғылыми жобалардан орын алған болсаңыз, және спорттық жарыстардан кімес алған болсаңыз, солар ғана сіздің грант конкурсына қатысқан кезде сізге, яғни общий гранттың 4%-ын береді. Яғни жеңілдік осы жерде рөлөнеді, жетістіктеріңіз. Одан кейін жетінші нәрсе, бұл бізде міндетті түрде ашығын айта кету керек. Құжаттардың біреуі, ол біздің 0.75-іміз. 0.75 не үшін керек? 0.75 жоғары оқу орнына түсу үшін міндетті түрде керек құжаттардың бірі. Сондықтан да 0.75 жасатқан кезде міндетті түрде 0.75-дің артында флюорографияның суреті болу керек. Себебі флюорографияңыздың суреті болмаса, сіздің 0.75-іңіз жарамсыз болып есептеледі. Біз жетеуін айтып болдық. Енді 8-шісі бізде бұл УБТ сертификаты. Яғни УБТ сертификаты міндетті түрде керек болады. Яғни біз
ұбт сертификат дегенімізді қалай деген сұраққа жауап беріп кетейікші. ұбт сертификат дегенімізде біз грант конкурсында 2 рет тапсырдық қой. Соның ішіндегі жоғарғы сертификатымызды шығарып апарамыз. Осыны осы кезде пайдаланамыз. Сонда біздің ұбт сертификатын сұрайтын нәрсе болады. Одан кейін бізде 9-шы дүние бар. Ол бізде ата-анамыздың РЦП күліші. Себебі 18 жасқа толмағаннан кейін сіздің орныңызға ата-анаңыз құжатта тапсырады. Сондықтан да оның РЦП күліші осы жерде талап етіледі. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы ақпарат болды деген сенімдемін.